Йо, чё там? Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум баршаларыңа. Бүгінгі видеомызда менің көлігіме обзор жасайтын боламыз. Кеттік! Tucson 2021 2.5 объеммен қап-қара түсте акула. Сендер сұрадыңдар достар, обзор мен түсіріп жатырмын. Видеоға семіз лайктарыңды басыңдар, комментарийлерін жазыңдар достар. Баршаларыңнан қолдау күтем. Менің көлігім осы Hyundai Tucson 2021 жылғы. Қазір ішін көрсетем, сыртын дұрыстап көрсетем. Жалпы бүгінгі видео осы көлік жайлы болады. Күн суық достар, барынша жылдам түсіруге тырысамыз. Егер толыққанды ұзақ обзор болмай қалып жатса, ренжімеңдер, өйткені күн Астанада білесіңдер, суық. Все достар, біз видеомызды бастаймыз. Сендер лайктарыңды басыңдар. Йоу, кеттік. Достар, мен автообзор вообще жасамағам, өмірімде алғашқы жасауым осы. Так что, егер қателіктер болатса, толыққанды ақпарат бере алмасам, айыпқа бұйырмаңдар, өйткені машинаның технический характеристикаларынан мен шарт етпеймін қатты. Жалпы білетінім, объемы 2.5, 2021 жылғы лошадиная силасы ат күші бұда 190 ат күші бар, және де 100 км в жасқа бұл 9 секундта, 8,5-9 секундта барады. Солай көрсетілген. Оны қазір тест жасап көреміз трассаға шыққан кезде. 9 секундта 100 км-да ала ма, ала алмай ма, қазір көретін боламыз. Қыстың кезінде ол қалай болатынын білмеймін енді. Жазғы уақытта жер құрғақ кезде 100 км час 9 секундта баруға болатын шығар. Ал қазіргі қар, мұз кезінде, менде шипы, по идее, шипованный резина машинада. Шипованный резинамен 100 км-да 9 секундта аламыз ба, сонында тексеретін боламыз. Бір жағынан ол да бір қызық шығар. Осылай кетіп салонын көрсетейік. Олай есік ашылады, и бізде салон осындай. Топовый салон, автомат. Коробка автомат 8-ступенчатый. Шарт ететіндер болса түсінесіңдер. 8 ступеньді, короче. Жалпы көлік маған қатты ұнады достар. Менің өмірімдегі ең алғашқы көлігім. И маған өте қатты ұнады. Бұл кроссовер, полный привод, кстати. Полный привод, комплектациясын айтпақпын ғой, мен айтпақшы достар. Кешірім сұрайым. Бұл көліктің комплектациясы Travel деп аталады. Предпоследний комплектация, яғни топовый комплектация екеу, ол хай-тек пен люкс комплектация. И содан алдыңғы комплектация менікі Travel деп аталады, путешествие. Біздің Қазақстанда Travel деп аталады, басқа елдерде бұл көліктің комплектацияларының атаулары мүлде басқаша. Ресейде басқаша, Америкада басқаша, Кореяда басқаша. Бізде Қазақстанда Travel деп аталады, комплектация, полный привод, 4 баллонда айналады. Жалпы 2021-де шығып бастады, бұл 4-ші поколение, достар, ең соңғы поколение. Алдыңғы 1, 2, 3-ші Tucson'дарды білесіңдер, олар вообще басқа. Бұл көлік сол алдыңғы поколениелерге мүлде ұқсамайды. Вообще басқа шыққан, артқы фарлары, алдыңғы фарлары. Жалпы алдына жүрекші, алдына. Не достар, алдына қарайтын болсақ, бізде фарлары осындай. Мына жерде решетка деп ойлайсыңдар, мынаны ше, мысалы өшіп тұрған кезде, бірақ решетка емес, бұл да жанатын көмекші светтер осы жерде тұрады. И мына жерде и основной свет бізде міне астында.
осы жанат, мыналар бізде для вида жасалған ғой. Күндіз жанып жүреді, короче. Әдемі анау ойын бар ғой. Қандай еді? Киберпанк, короче, киберпанктағы көліктерге ұқсайды жалпы. Осындай. И мына жер бізде решетка, үлкен, аралары ашық, мына жерге сетка обязательно қою керек. Сетка қоймасаң радиаторға тастар жестко тиюі мүмкін. Вот. Осындай әдемі жасалған, мына светтері барлығы дальный, барлығы мына жақта. Осындай алды достар, 4-ші поколение осылай. Вообще алдыңғы тусандарға ұқсамайды. Артқы салоны осылай. Кожаный салон, қоңыр түсті салон. Әдемі барлығы өте кең. Отыратын болсақ, мысалы, смело. Мен бойым 1,85, почти 2 метрге жақын. И алдымдағы орынның несіне қараңдар, расстояниесі, арақашықтығы. Алдыңғы водительский сиденьеге дейінгі менің тіземнің арақашықтығы өте ұзақ. Кең отырасың, смело, аяғың созып отыруға да болады. Еще мынау бізде көтеріледі, смело тік отыруға болады, және де жатуға да болады. Көрсетші мына жақты. Жатқан қараңдар достар. Әдемі жатады, прям ұзақ жолға шыққан кезде комфортно былай жатасың, смело. Әдемі, топ. Ремень, как всегда, 3 адамға ремень. Мына жақта 3 адам оп-оңай сияды и ыңғайлы отырады, кең отырады 3 адам. Алдыңғы тусандар ондай емес достар. 3-ші поколениелер сәл қысқа болған көлік, мынау ұзындығынан және де жалпақтығынан да кең жасалған, әдемі. Көліктің арт жағына келетін болсақ, артыда алдыңғы поколениелерге вообще ұқсамайды. Алдыңғы тусандарға міне былайынан 2 фар жасалған. Мына жақта да дәл солай. Топовый люкс комплектацияда достар, люкс комплектацияда мына линия до конца жанат. Мына линия до конца жанат, менікі мына жергеден тоқтап қалған. Люкс комплектацияда мына жер жанат, әдемі. Audi сияқты, там Kia сияқты. И достар, бұл жерде бұл Hyundai Tucsonның бір минусы бар. Он минус деп те айтуға болмайды достар, ол какой-то бір не ғой? Нестандартное решение Hyundai солай жасаған. Поворотниктар мына жерде емес. Поворотниктар мына жерден жағылмайды. Поворотниктар бізде бамперде достар. Поворотниктар бамперде, мына жерде поворотник. Егер бір көлік келіп бамперіңе соғатын болса, тек бамперді ауыстырмайсың да, плюс поворотниктарды ауыстырасың. Және де адам саған тақалып келсе, арқаңнан шеп, сен поворотнигін көрмейді мына жерде. Мына жерден көре алмайды да. И поворотник бізде мына жерде бамперде орналасқан. Егер біреу соғатын болса, бампер плюс поворотник кетеді ғой вообще. Енді ондай нәрсе болмасын деп қоямын. Ондай нәрсе менде уже болды. Білесіңдер, жақында мен Дубайда кезде, мен Дубайға қыдырып барып қайттым. Сол кезде бір апта мен Дубайда кезінде менің көлігімді бізге жақын адам ключін алып, үйдің жұмыстарымен менің ата-анамның жұмысымен жүрген ғой туда-сюда. Атын айтпақ қой, кім екен? Досым, менің досым, короче. Көлікті алған, мен көлігімді. И светофорда тұрған, короче, бір полосаға кірген. И артынан Camry 75 кеп сырқ еткізген ғой. Мынаны түсірші. Міне достар. Қараңдар, мына сызықты көріп тұрсыңдар ма? Қатты емес, бір 5 км в часпен ба, 20 км в часпен ба? 20 шар, 15, либо 20. Кегенде өйтіп сырқ еткізген ғой. Кішкентай жері сәл ғана майысқан былай. Багаждың есігі ғой. И мынандай царапина, краска түсіп кеткен. Ешқандай крупный нәрсе емес бұл. Былай нете полировка жасай салатын нәрсе, бірақ сонда да неприятный нәрсе да. Мен естіген кезде кішкене көңіл күйім түсті да, қойшы дедім да. Дүние ғой дедім да, қоя салдым. Темір ғой айшы. Кіммен болмайды ол нәрсе. Оның орнында менің досым емес, мен өзім болсам да по-любому сондай ситуация болады да. Біздің кінәміз емес. Тұрған досым и артынан Camry 75 келген да, тоқтамайды. Соткыш құлаған ба, либо шаршап тұрған ба, ұзақ жолдан жүріп келе жатырмыз деп айтқан, короче, Павлодар жақтан. И тыңқ еткізіп түртіп жүрген ғой. Енді бұйырса солардың страховая компаниясы төлеп береді мына 350 мыңға шықты ғой. Осы кішкентай ғана царапина 350 мың. Полностью багажды әдемілеп полировать етіп,
новыйдан краскілеп бере ма бірдеңесі бұл. Машинаның ұзындығы міне достар осылай. Менің бойыммен салыстырғанда мен мұрныма дейін келеді екен, аузыма дейін. Ұзындығы осылай. Қалай достар, сендерге ұнап жатыр ма обзор? Әрі қарата жалғастыра береміз онда. Главный достар, сендерден қолдау күтем. Біз суықта осылай оператормен Тұрардың қол тоңып жатыр, менің қолым тоңып жатыр. Астананың ызғарлы ауасында сендер үшін біз обзорды түсіріп жатырмыз. Сондықтан достар, қолдаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, достарыңмен бөлісіңдер. Біз солай жалғастыра береміз. Достар, машинаның шумоизоляциясын тексеретін боламыз. Машина, жолда машиналар көп, трассада. Солардың шумы естіліп жатыр бізге даланың. И машинаға отырамда, есікті жабам. Қалай жалпы? Топ достар, шумоизоляциясы топ. Мен сендерге айта кетейін, ол официальный данный, ресми мәліметтер. Көп блогерлардың, автоблогерлардың тексерген тесттерінен шыққан нәтиже. Осы Hyundai Tucson 2021 жылғы 4-ші поколение. Осының конкуренттері бар ғой, RAV4, там, Mazda, туда-сюда, тағда басқа осы Hyundai Tucsonның конкуренттерінің арасында осы Hyundai Tucsonның шумоизоляциясы бірінші орында. Бүкілінен мықты достар. Қарасаңдар да болады YouTube'тан, ол мақтағаным емес. Шумоизоляциясы действительно басқа конкуренттерге қарағанда әдемі жасалған. Hyundai Tucson кәдімгідей тырысқан шумкасын әдемілеп жасауға. Дополнительно шумоизоляция жасаудың қажет жоқ. Салон тып-тыныш. Прям жолда жүрген кезде де әдемі, тыныш. Болмаса RAV4 қымбат қой достар, Hyundai Tucsonға қарағанда. RAV4 қымбат, Toyota RAV4. Бірақ шумка жағынан на Tucson айырып тастайды. Міне достар, біз панельді көрсететін болсақ, бізде моторды қосатын кілтпен емес, бізде push start, яғни тормозды басып тұрып, стартқа басатын болсақ, бізде машина іске қосылады. Бізде экран осындай достар, үлкен, кіші деп айтуға болмайды, бұны үлкен, удобный, әдемі жасалған экран. Міне достар, мен телефонның іші, iPhone'ның іші плавный, прям 60 FPS, ешқандай қату деген нәрсе жоқ. Мына жерде Spotify бар, музыка тыңдауға болады, мен тыңдап жүрген. Мына жерде недавний, там главное, поиск бәрі бар. Тугис бар достар. Тугис смело былай қолдана бересіңдер. Мына жақта настройка, туда-сюда. Короче, бәрі әдемі жасалған, сообщение оқуға болады. Мына жерде руль қатты үлкен емес, удобный, размері прям үлкендей емес, кішкентай да емес. Прям удобно жасалған. Мына жері әдемі, былай ұстап отыруға. Материалда топ, чехол алу керек, әлі алған жоқпын. Және де отыратын орындықтарға да чехол алған жоқпын достар, қараңдаршы. Кстати, мына жерде көрдіңдер ма? Noni Z. Менің келіншегім жан-жарым маған подарить еткен. Noni Z деп. Рөлде бүкіл удобный нәрселер орнатылған. Мына жерде дауыс шығаратын, звук, телефонмен сөйлескен кезде музыканың дауысын көтеретін, түсіретін телефон. Міне мына жерде жұлдызға дополнительно өзің қалаған функцияны қойып қоюға болады. И сосын мына жерде круиз контроль, басып қойып, газдан аяғыңды алып тастап, круиз контрольмен 1 жылдамдықпен жүруге болады. Сосын мына жерде ана жақтағы данныйларды көріп отыруға болады. Мысалға, общая инфо, мен достар 13441 километр жүріп тастағанмын. 100 километрге 14 жейді екен. Негізі 12 жеу керек. 12 жеу керек. Мен өзім просто қалада светофорда тұрған кезде 0-ден 100-ге дейін газ в пол баса беремше, и содан бізде расход көп менде. А так нормально айдайтын болсаңдар 12-11 100 километрге 11-12 мен жүруге болады. Мына жерде бізде ручник, мынандай коробка передач әдемі, удобный, прям материалда бәрі әдемі, дизайны әдемі жасалған. Етіп ұстайсың и тың-тың-тың саласын. Мына жерде достар бізде телефонды зарядтайтын не бар, USB-ге орын бар, прям тез зарядтайды. 12 вольт 180 ватт деп жазылып тұр. Мына жерде прям жалғайсың ғой, телефонды жылдам зарядтайды. И мына жерде USB жалғап қойып, флешка жалғауға да болады. И мына жерде бізде круиз климат контроль бар.
терезелер не парланып кеткен кезде осыны қоюға болады, және де температураны түсіруге болады, көтеруге болады, жалпы бәрі удобно. Жылдамдығын түсіруге болады. Аяққа, сосын жалпы терезеге, сосын аяққа, сосын бетке деген сияқты. И подогрев передних стекол бар. Терезені подогревать етуге болады. Жалпы удобно, достар, барлығы бар. Мына жерде дауыс шығаратын, медиа, радио, бәрі әдемі. Панель осындай. Міне, достар, айтпақшы, айта кететін, мына жерде мына зарядтайтыннан басқа, мына жерде беспроводная зарядка бар. Егер телефонды былайынан қойып қойсаң, мына жер заряд береді телефонға. Вот. Телефонды заряд алып жатқан шығар. Алып жатыр, мына жерде көрінбейді. Алып жатыр. Android та болады, Samsung телефон, любой телефон бола береді. Беспроводная зарядка осы жерде алынып. Подогрев сиденье бар, алдыңғы, артқы пассажирлерге бәріне подогрев сиденье бар. Қыс кезінде, күн суық кезде прям ыстық арқаға да береді. Мынандай креслоның артынан да ыстық болады, и отырған астыңнан да ыстық ұрады. Осындай. И бізде бардачок. Бардачок бізде кең. Әдемі жасалған. Все, достар, жолға аттанайық. Задний береміз. И алға қарай аттанамыз. Шипованный резина болғасын сәл шум болады да. Ал летний резинамен жазда жүрсең, вообще жол резина вообще естімейсің. Тып-тыныш. Шипованный мен сәл-сәл дауыстар шығады. Шипованный ғой, по-любому дауыс шығады ол. Любой машинада шипованный резинамен дауыс шығады, обязательно шығады. Машина мягкий, достар. Прям реально мягкий. Алдыңғы тусандар мягкий емес. Прям үшінші поколение, осыдан алдыңғы поколение жесткий. Мен отырып көргенмін о машинаға. А мына төртінші поколение прям Hyundai барынша тырысқан ғой адамдарға ұнау үшін. И осы көлікті көп адам алу үшін. Все. Осындай, достар, Астанада жол сұрайсың, и көбісі жол береді. Пожалуйста, дейді. Ну, кейде болады. Сигнал басасың. Брат, деп қолын көтересің, анау дейтін. Қарамайды ғой. Қадалып қалады ғой, бірақ прямо көріп тұршы, естіп атыр, көріп атыр мен сұрап атқанымды, бірақ сонда да. Мына, ой, мен мына функция өшіп тұр екен ғой, бәсе. Короче, мына жерде бір функция бар да, достар, бізде Hyundai Tucson'да. Біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін, бірақ осы Tucson'ның ерекшелігі ғой, ол басқа машиналарда да бар ондай. Светофорға тұрған кезде, тормозды басып тұрған кезде мотор сөніп қалады. И тормоздан аяғыңды алып газды басқан кезде мотор резко қосылады да, резко машина жүреді. Каждый светофор, любой жерге барып тоқтасаң, мотор өзінен өзі өшіп қалады. Білмеймін, ол эконом жасау, бензин эконом жасау үшін арналған ба, примерно солай жасаған, бірақ оны өшіріп тастауға болады. Мына жердегі мына кнопканы баса саласың, и ол режим өшіп қалады. Мынаны қайтадан бассаң, қосылады. Ну, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, бірақ анда-санда ғана пайдаланамын мен, күнде емес. Көбіне мен ол функцияны өшіріп тастаймын. Каждый светофорға барған кезде, тормозды басқан кезде мотор өшіп қалғаны дұрыс емес та, по идее. Егер светофор ұзақ болатын болса, пробка болса, пробка болған кезінде соны пайдалануға болады. Бір жерде мысалға 10 минут, 15 минут тұратын кезінде жаңағы функцияны қосып қойсаң, әдемі тормозды басасың, машина өзінен өзі спящий режимге кетеді да. Мотор полностью өшпейді, спящий режим, эконом режимге кетеді. Так, маған звондап жатыр. Короче, достар, 0-ден 100-ге дейін қанша уақытта, қанша секундта 100-ді алатын тексереміз. Спорт режимге қойдыңыз, спорт режим бар бізде. Все, мен тормозды басып тұрмын, қазір резко секундомер, давай, Тима, сен не отыршы. Дайын тұр, я қолындағы ұстап тұрсыш. Машина тронуться еткен кезде. Тоқтат деп айтам. Тоқтат. 10 секунд. 10 секунд, достар.
10 секунд. Ну, адам көп болғасын ол, достар, ол адамның көптігіне де байланысты. Мысалға, Тима почти 80 килограмм, Тұрар почти 70-80 килограмм. И сендер жоқ болсаңдар, мен бір өзім отырсам, примерно со 9 секундта плюс жер тайғақ, егер құрғақ жаз уақыты болса, 8,5-9 секунд өзінің кәдімгі Hyundai'дың берген официальный технический характеристикасы дәл келетін сияқты, өйткені 10 секунд ровно. Ол жерде 10 секунд па? Ол жерде 8,5-9 секунд деген ба сондай. 9 секунд деген ба солай. Достар, короче, 0-ден 100-ге дейін сыртқы көрінісі қалай болатынын көреміз. Кеттік. Достар, машина жоқ болып кеткен ғой. Не деген скорость, машина жоқ болып кеткен, короче. Осындай, достар, ровно 10 секундта 3 пассажирмен жеттік, а так 9 секундта easy алуға болады 100 километрді. Мықты, по идее. Обзорымызды осымен аяқтайық, достар. Осындай обзор болды бүгін. Hyundai Tucson. Арнаға жазылыңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Жолды тапқан кім? Жолды тапқан кім? Жолды тапқан Тима. Көкен ғой? Сол баяғы өздерін көкелерін. Сол, достар. Сау болыңдар. Қолдандар, достар. Сендер үшін, контент сендер үшін. Сендерден жай ғана 1 секундтық лайк, 1 секунд. Баса салыңдар, болды. Мен күте тұрам мен. Осылай сені күтіп отырмыз, бассай лайк. Анан басасына экранды бір түртесінде, оң жақта бір квадрат бар, соны басқан кезде видео былай свернуться етіледі да. И астында анандай кнопканы бас, дәл қазір. Алдыма басыңдар ма? Біреу басқан жоқ бар. Осы сен басқан жоқсың ше, біреу. Сезіп тұрым ше. Айбек басса, ё-ма. Айбек баспай отыр қара. Яна Мұрат баспай отыр, Мұрат. Басындарса неге баспайсың? Бірақ кнопка ғой сондағы. Соғы. Толик басса, Толик. Все, достар. Сіздермен бірге болған мен Нони. Оператор егер дұрыс түсірмеген болса, автоблокты, ол өмірінде бірінші рет автообзор түсіріп жатыр. То есть, егер қателіктер кеткен болса, түсінушілікпен қараңдар, өйткені Тұрар бізде өмірінде алғаш рет автообзор түсіріп жатыр. Онда түсіңдер. И онда қолдап лайктарыңды басыңдар. Все. Тұрардың арнасы, кстати, описанияда болады. Оператордың арнасы, YouTube каналы. Оғанда кіріп жазылыңдар. Видеоларына Нонидан келдім деп жазып кетсеңдер болады. Все, достар. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар.